Достар, ассалаумағалейкум. Біліп жүремін жазыламыз, лайк басамыз. Достар, Just King, яғни Нұрбол неше түрлі вайндар түсіреді. Мен бұны көшеде ақша таратып жүргенде таныдым. Сонда таныдым. Сіздер оны қалай таныңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Жақында Анар Батырханға табу бағдарламасына келді. Сонда бірнеше құпияларды ашты. Соның ішінде Ахонмен сыйыспағанын айтты. Ахон екеуі бірнеше рет кикілжің деп қалған. Інінен де тіресіп қалған. Бір-біріне соқтығысып, інінен қарап жүрмейсің бе көзіңе деп сөйтіп екеуі керісіп қалған, бірақ ары қарай қол берісіп жақсы болып кетті. Just King ешқандай блогерлермен көп араласпайды дейін, өзі сондай тусаларға бармайды ондай уақытта. Одан да отбасыма бөлген, қызыма бөлген жақсы деп отыр. Әкесі қыл үстінде тұр. Әкесі өте қатты ауырып жатыр. Жаман аурумен ауырып жатыр десем болады. Сондықтан оған енді үлкен апасы қарап жүр. Сол әкесі жақында, енді білесіздер ғой, Дәулет деген блогер қайтыс болды. Соны өте қатты жақсы дос болған. Соны еске алып қатты интервьюда ол жылады. Көзіне өте жас алды кәдімгідей. Себебі екеуі қатты көмектескен Дәулетке. Екеуі күшті проекттер бастаймыз деп пландап қойған. В общем, кәдімгі жыланыш болып кетті, қатты жылады өзі. Әйелімен өте көп ұрыспайды, бірақ сонда да кикілжіңдер болады дейді. Енешкісімен өте жақсы қарым-қатынаста. Тіпті үшеуі кейде бір проект айтады. Әйелі өзі кәдімгі өте жақсы қарым-қатынаста. Енешкісімен ақылдасам дейді, кәдімгі сыйлаймын қатты дейді. Оның блогерлердің ең жақын досы сол Дархан Жолжыбеков. Онымен өте жақсы қарым-қатынаста. Телефон осы Дарханнан алыпты, табу бағдарламасы. Бірнеше қазір сериалдар түсіріп жатыр. Дневник школы дегенді. Бір курстан 100 миллион, 90 миллион табады. Басында курс атқанда вообще 2-3 миллион тапқан. Не үшін, неге бастадым деп өкініп жүрді. Бірақ оның организаторлары вообще жауапкершілігі жоқ адамдар болып шықты. Вообще мүлдем то дұрыс үйрете алмады, то дедлайнды да бітіре алмады, проект бітіре алмады. Сонымен Just Kingке бірнеше лас сөздер тиді, ал организаторларға тым болған жоқ. Гиф жасаймын деген бір организаторлармен қатты қақтығысып қалған. Кәдімгідей тікелей мағынада олар гиф жасаймыз деп спонсорлардан ақшасын алып, бір уақыттар болды, Just King жасамайтын болды деп сөйтіп атымен деп немесе жасасаңдар жасауға болады, үстіне тағы да 50-30% қосасыздар, сонда ғана жасауға болады деген сөйтіп ақшасын бәрін қайтарып отқан. Just Kingке жазған бір спонсор, жақын досы: "Че там, неге ақшаны кері алып жатсың, неге көтеріп жатсың, тыныштық па?" дегенде Just King шошып кеткен. "Мен ондай жасаған жоқпын, не болды?" деп сөйтіп алаяқтар болып шықты. Сосын өз қалтасынан бәріне ақшасын қайтарып берді. Кімдер ұстап, мынау не деп, анау деп сөзбен реттегенде, бірақ аналар өте тәртібі жаман адам екен. Just Kingті случайно арбат жақта көріп, ешкім жоқ жерге әкеліп соққының астына қалдырған. Бірақ Just King есін жиып, біреуін кәдімгі соғып тастаған қан шыққанға дейін. Екіншісі қашып кеткен. Екеуі
Джаз Кингті алдап қана қоймай соққының астына қалдырған. Өкінішке орай Джаз Кингтің жағын сындырып тастаған. Сондықтан кәдімгі өзі айтты, өте жаман. Не чувствовал дейді вообще. Бір апта бойы. Міне көрдіңіздер ғой қандай. Джаз Кинг гифтерден қазір үлкен үйі бар Алматыда. Алматының шетінде үй салып жатыр. Сол жақта бұйырса біршама елдерде болған. Мен бұны Мегада көргем негізінде. Нұрбек Вайлберспен курс сатқан, қазір блогерлер бәрі курс сатып жатыр. 5 миллион подписчигі бар екен. Екі қызы бар. Так, осы біліп жүріңіз, жазылыңыз, осы видео лайк басыңыз.